Сәлематсыңдар ма балалар? Бізде дүниетану сабағымызды бастаймыз. Сабақтың ортақ тақырыбы менің мектебім. Бүгінгі сабақтың тақырыбы біздің сынып. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты мектеп қоғамдастығындағы ұжымдық, топтық және тұлғаралық мінез-құлық нормаларын түсіндіру. Бағалау критерийлері. Сынып ұжымы жайлы білеміз. Сынып ұжымында қарым-қатынас жасауды үйренеміз. Ұжымдағы әдептілік ережелерін білетін боламыз. Балалар, мынау мектеп кабинеттері. Осындағы не көріп тұрсыңдар? Көңіл аударып қараймыз. Біздің мектептегі арнайы кабинеттерді, яғни сынып бөлмесі, кітапхана, спорт залы, музыка кабинеті, өзін-өзі тану кабинеті сияқты кабинеттер бар. Мені суретте қарап тұрсаңдар, еңбек кабинеті, сынып, музыка кабинеті, кітапхана, оқу бөлмелері, роботтар кабинеті. Мені осындай кабинеттер біздің мектебімізде де бар, я? Ал енді бұлар балалар, оқушылар жұмыста қайда жұмыс жасап жатыр? Сыныпта. Және олар ұжымдасқан түрде жасалып жатыр, я? Сонымен сынып дегеніміз не, ұжым дегеніміз не? Сынып бұл оқушылардың білім алатын бөлмесі. Бір сыныптағы оқушылар ұжымды құрайды. Ұжым деп мақсат міндеттері ортақ болатын топтағы адамдарды айтады. Олар бірлесіп жұмыс істейді немесе оқиды. Ал сыныпта оқитын оқушыларды сыныптастар дейміз. Сыныптастар олар бір сыныпта бірге оқитын немесе бұрын бірге оқыған оқушылар. Сыныптастар бір-бірінің сабағына көмектеседі. Олар үй тапсырмаларын бірге орындайды, бос уақытын бірге өткізеді. Бірге атқарылатын әрбір іс оқушыларды біріктіреді, достығын нығайтады. Олай болса балалар, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Сынып ұжымындағы әдептілік ережелері. Құрметтеу. Егер сен өзгелерді сыйлай білсең, олар да сені сыйлайтын болады. Достық. Сабақ оқығанда кездесетін қиыншылықтарға әрқашан досың көмектеседі. Сүйіспеншілік. Сен айналаңдағыларға сүйіспеншілікпен қарай біл. Олар сенің ата-анаң, достарың. Оларды бір-бірінен ажыратуға болмайды. Мейірімділік. Бұл адам бойындағы қасиет. Айналаңдағыларға мейірімді бола біл. Яғни сыныптағы оқушыларда осы әдептілік, құрметтеу, достық, сүйіспеншілік, мейірімділік болса, олар өте білімпаз оқушылар болады. Яғни миға шабуыл жасап көрейік. Осы әдептіліктердің қайсысын өз ісіңнен, өз бойыңнан байқай алдың? Сынып ұжымы ұйымшыл болу үшін балалар достықтың қандай ережелерін сақтау керек деп ойлайсың? Жеке тапсырма. Балалар, мынау тапсырманы орындаймыз. Сабақ енді ғана басталды. Бір оқушы сөмкедегі заттарын шашып алды. Мұндай жағдайда сен өзіңді қалай ұстар едің? Сәкен ауырып сабақтан қалды. Сол себепті ол жаңа тақырыпты меңгере алмады. Сыныптасы Әлия оған неге көмектеспеді? Әлияның орнында болсаң, сен не істер едің? Сен Сәкенге тақырып түсіндіруге, есепті қалай шығаруға көмектесер ме едің? Балалар, үйге тапсырма. Сыныптастар арасындағы әдептілік ережелерін сақтау.